Assalamu alaikum. Көрермендер. Мына малымыз суғарылып жатқан кезде ревизия жасап тұрмын. Жаңа қойдың артынан қарап, артынан жүрген кезде құрттағаны, басқа неғып жатқанын. Қойлар сөйлемейтіндіктен мен ауырып жатырмын деп ешқайсысы айтпайды. Сол себептен постоянно қарап жүресің, қайсысы жатып жатыр, не үшін жатып жатыр, ақсап жатыр, не үшін ақсап жатыр. Тырнақтары өсіп, тұяқтары өсіп кетеді, оны қысқарту керек. Кейбір кезде арасына тікен кіреді, ол да бар. Сондай, сол сияқты мына очередной қазір мына күзгі құрттау болып жатыр. Шілде кезінде құрттамайды, көктемде құрттайды и күзде құрттайтыны бар. Үйде құрттап тұрған, анақта өзім көбінесе қатты құрттап кетсе, ұстап лазаретқа қамап дегендей. Сол жақта жөндеп, одан кейін қосамыз ортаға. Бұл жолы қазір ұстап алдым бір қойды, судың басынан су ішіп жатқан жерден. Бұның артқы сиетін жер құрттаған. Шыбындар сол жеріне келеді, неғып кетеді. Жеркенішті болса қарамаңдар. Жеркеніштілерді экраннан кетуін деймін. Бұны ішінде құрттар кіріп алғанда ішінен бәрі құртты оламын. Соны бірінші очередь вольфазол деген шығарған дәрілері бар. Бұны негізінде бір рет сеуіп жібересің де болады дейді. Но біз ондайға неғылмаймыз. Бір рет бұны себеміз. Оны сеуіп болғаннан кейін құрттар өзі жыбырлайды, шыға бастайды ішінен. Өздері жыбырлайды, шыға бастайды қазір. Енді бұлар өздеріне өздері қараймағаннан кейін сондай болып тұрады. Одан кейін жанына ибермек дегенді под кожу жанына бір 2 грамм салам да, 2,5 грамм. И жаран ішіне тоже 1 грамм құйып жүрем. Бір қолмен болғаннан, бір қолмен видео түсіріп жатқаннан кейін бір қолмен теру сәл қиындау болып тұр. Ойбай, бисмилlah. Шприцін толтырып алайын. Шприцті толтырып алдым. Мінекей, мына құрттар шыға бастады уже. Уже құлап түсіп жатырмын өздері құрттар. Көріп тұрсыңдар. Өте жеркенетін адамдарды экраннан кетуге сұрайын. Мінекей аяқ байлау жатыр. Мына жерге под кожу, осы жерге под кожу ибермек мына денедегі қандай құрт болсын, не болсын, бәрін неғып жүреді. 2 грамм осы жерге и 1 граммын прям ішіне құйып бере саламыз өйтіп. Осылай құйып береміз. Жат, тыныш жат. Өзі ауыртады, бірақ ауыртқанда да бұның бәрі ем. Енді мен өзім ойлап шығарған бұлды лайфхагым. Мынау осындай неге отработка где-то 1 литр отработкаға 10 грамм креолин, 20 грамм ибермек и сосын деготь. Деготь деген ол өте сасық дәрі. Мына қойлар өздері бір рет қасиетті, одан кейін неғылмай қояды. Бір рет дәмін көреді тістеген кезде, қышқан кезде. Екінші рет тимейді. Қайта жараны қайта неғыла бермейді. Мынаны осын құйып шығамыз. Осын ішінде жанына. Кішкентай қозыларға ішіне құймаймын. Жанына, себебі қанына креолин кетіп қалатын болса, онда қиын болады. Ауырып өліп қалуы мүмкін.
Bunu mına işine bitirip kalır. Şimdi bir asılay cevap шығамыз. Қаттырек істей береміз. Зато не қылады. Şimdi шұқылап құрттар түсірмейміз. Құрттар өздері түсіп қалады. Уже болды. Осылай. Ал енді бұдан кейін бұл да менің өзім ойлап тапқан затым. Но дуст. Дусты мынандай шприцтің колпачогын кигізіп қойған басына. Но ішінде дуст. Дусты запечатать етеміз. Болды. Бұдан кейін уже бұл қойға қайтып не алмаймыз. Для контроля кейін бір қарап қоям. Мойнына жіп байлап жүрем, чтобы ертең күні білетіндей. Бұл қойды обработка істегеніміз. Ендігі рет тағын кезде оңай болу үшін. Қазір ай бітмеңіздер. Жіпті байлап алайын. Мындай түйінге байлайым, чтобы ары-бері неғылмасын деп. Одан кейін әр малшының қалтасында пышақ болу керек. Бәкі, шапқа, басқа анау. Соны бәкімді шығардым. Сөйтіп, мынау бір жерге ілініп қалмасын деп, мынаны кесіп тастаймыз. Өшіп қапты ғой, телефонмен байқамай қаптым. Телефон өшіп қапты, айып етпеңіздер. Мына қойды ертең табу үшін, оңай табу үшін, мына басына мынандай петля іліп қоямыз да. Мына концевиктері ашық болу керек, чтобы яма үшін. Алдындағы видео қай жерінде тоқтап қойған білмеймін. Сөйтіп мына қойды мына обработка істеп болдық. Енді жаңағы кролиннен деготтен иісі бар. Бұған шыбын жоламайды, яғни қайталап құрттамайды. Осымен бұл қойда үшін контрольда ұстаймыз. Негізінде ары қарай бұл жарылып кетеді. Құрттамайды. Осындай. Бисмиллах. Бұл қойды аяғын босатып жібереміз. Болды. Бисмиллах деп. Вот жібере саламыз. Тұр. Болды, кетті енді. Атарына барады, қосылады. Қойым. Болды. Сонда жеткен. Осындай жұмыстар істейміз.